Ассалаумалейкум достар, немене үшін шығарылым бүгін Чемпиондар Лигасының қарымта ойындары Бенфика, Барселона, Байер, Бавария, Ливерпуль, ПСЖ және Атлетико, Реал барлық 8 ойынға шолу жасаймыз. Сұрапыл матчтар, яғни бүгін және ертең біз четвертьфиналға, ширек финалға шығатын команданы білетін боламыз. Ендеше сізден қолдау ретінде каналға подписацияңыз тіркеліңіз, лайк басың және келіссеңіз де, келіспесеңіз де комментарийге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Ендеше мен бастаймын. Достар, eSport YouTube арнасындағы барлық шығарылым фондағы достарымыздың көмегімен жүргізіледі. Олар керемет сый дайындайды, олар керемет акция дайындайды. Ендеше тіркелу үшін комментарийде бекітілген сілтеме бар, көк жазу. Соған басыңыздар, өтіңіздер және әр матчты қызықты етіп тамашалаңыздар. Алғашқы матч Барселона Бенфика. Бірінші кездесу, білесіздер, Кубарси қызыл қағазда алаңнан қуылып кетті және Рафиня ойын соңында жеңісті гол соқты. 10 ойыншымен жүріп Барселона ерледі кәдімгі. Бенфиканың деңгейін көрсетіп тастады. Енді ол матчта Ди Мария ойнаған жоқ, бірақ Ди Марияның өзі бір команданың қазір супер жұлдызы емес. Сондықтан да бұл жерде команданың класы шешіп кетті кәдімгі. 10 ойыншымен ақ отты. Бұл жерде оту былай тұрсын, енді гол шабуылы мықты ғой команда. Бірақ Кубарси қорғаушысы шығып кетсе де, бұл команда Дани Ольмоны алып тастады, оның орнына қорғаушы кірді Араухо, және Барселона өз қақпасына гол жіберген жоқ. Міне мәселе осында. Яғни қазір Дитер Фликтің командасының қорғанысы өте мықты. Енді қарымта кездесуде Барселона өз алаңында. Негізі 11 ойыншымен Бенфиканы жүріп өтетін команда. Сондықтан бұл матчта мен 3-1 сондай есеп болуы әбден мүмкін. Енді Бенфиканың гол соғатынына сенуге болады. Негізі Павлидистен қауіптенемін, ал басқа ойыншылар енді бір қатардағы жауынгерлер деп айтса болады. Сонда да бұл матчта Барселона жеңіске жетуі әбден мүмкін, және матчта бір кемінде 3 гол болатын сияқты. Өйткені Барселона өткен матчта жасаған шабуылдарын голға осы ойында айналдыру керек. Өйткені өз алаңында Барса Бенфикаға қарсы өте керемет ойнайтын команда. Сондықтан да бірінші ойын камбэк жасады, мына жерде 10 ойыншымен ұтып кетті. Енді осы жерде Барселона нүктесін қояды деп ойлаймын. Барселона жеңіске жетеді және бұл ойында кемінде 3 гол болуы әбден мүмкін. Шамамен 3-1 деген есеп тіркеледі деп ойлаймын. Бұл енді менің мнением. Өз мнениеңізді комментарийге жаза кетіңіз. Байер Бавария. Негізі осы ойында мен Байерден көп нәрсе күткем. Бонифейс, Патрик Шик сияқты ойыншылар қосалқанда қалды. Хави Алонсоның командасы дәрменсіз күйде болды. Бүкіл енді менің оқыған баспа ой айтатын, матч талдайтын, аналитика жасайтын сайттардың бәрі Байердің кемінде гол деп жазған еді. Бірақ Байер мүлдем гол соққан жоқ. Бұл матчта 3-0 Бавария на классе кәдімгі осыған дейін ойнамаған жігіттер мықты ойнап кетті. Бұдан шығатын қорытынды Мия дейтін жанкүйерлер Баварияға қазір шынымен де жылда ойнап, Бундеслига қызық емес. Олар биыл бар күшін осы Чемпиондар Лигасына салады деп айтты маған енді. Сондықтан да бұл матчта енді Бавария мен ойымша күтпеген жерде 3-0 есебімен жеңді. Лайықты Бавария жанкүйерлерін енді түсіндім мен қысқасы. Одан кейін Байер екінші матч Бавариядан жеңілгеннен кейін есеңгіреп қалды. Есеңгіреген күйінде Вердерге барды, ол жерден қадалды. Вердерден өз алаңынан 0-2 есебімен ұтып қалды. Осы матчқа дайындалды ма десем, тағы да Хави Алонсоның командасы шірітетін сияқты. Бензині бітті ма, батпаққа түсті ма, мен білмедім. Ал Баварияда ұтылып қалды Бохумнан. Өзі сол Бундеслиганың осы турында Баварияда, Байерда, Дортмундта үшеуі де өз алаңында жеңіп қалды. Масқара болды кәдімгі. Енді Бавария мына жерде өз алаңында Бохумнан 2-3 ұтылып қалды. Бұл жолы енді Байер өз алаңында Баварияны қабылдайды. Әрине барын салады, әрине сол матчтан есебін қайтарғысы келеді, бірақ Бавария енді кәдімгі машина болып тұр, от алды. Бұл команда бір от албаса, бұны сөндіру қиын негізі. Сондықтан да неміс мәшинесі бұл кездесуде кемінде бір жеңілмей кетеді деп ойлаймын. 1-1 деген есеп тіркелу әбден мүмкін. Не мынау екеуі де ұта алмайтын сияқты менің ойымша. Бұл менің мнением. Баварияның жанкүйерлері болса, комментарий жаза кетіңіз. Бұл матчта енді кім гол соғатынын айту қиын. Менің ойымша сол 1-1 тең ойын болатын сияқты. Голландиялық командалар осы жерге келіп бітті, сөнді. АЗ-де, Фейнордта, ПСВ өткендегі Арсеналдан 7 гол өткізген. Мына жерде Фейнорд 0-2 есебімен Интерден жеңіліп қалды. Интер кәдімгі бұл жерде нағыз бір өздерінің операциясын жасап кетті қысқасы. Бастапқыда сипалап, жаңағындай обезболивающий салып алды да, сөйтіп уколды 1-2 рет қадады. Сонымен Фейнорд
өз алаңында ұтылып қалды. Одан кейін Интер Монца командасын 3-2 есебімен жеңді өз алаңында А сериясында. Ал Фейнорд болса одан кейін матч ойнаған жоқ. Яғни міне 5 наурыздан кейін осы ойынға тас түйін дайындалды. Бір апта уақыт берілді. Енді Фейнордтың жағдайын қарымта ойында көреміз. Бірақ қарымта матчта енді өз алаңында Интерге шамасы келмеген команда, сырт алаңда да шамасы келмейтін ол бетон түсінікті. Сондықтан да Интер 2-0 деген есеппен өз алаңында бір сенімді жеңіске жетуі әбден мүмкін. Өйткені Интердің деңгейі мен Фейнордтың деңгейі мына жақта болды. Сондықтан да салыстыруға келмейді. Футбол тарихындағы ең бір әділетсіз матч ол Ливерпуль мен ПСЖ арасындағы ойын. Ливерпульдің жеңісі деп айтар едім. Өйткені ПСЖ бұл ойында жеңіске әбден лайықты болды. Кәдімгі 30-дай соққы жасады, қаншама створ, қаншама шанс. Бірақ Барколяда, Дембеле де басқасы пайдалана алмады. Енді ПСЖда мүмкіндік бар ма деген? Әрине бар, менің ойымша әрине ПСЖда мүмкіндік бар. Одан кейін ПСЖ Рейн командасын 4-0 есебімен жеңді, ал Ливерпуль Саутгемптонды 3-1 ұтты өз чемпионаттарында. Енді бұл жерде ПСЖға сырт алаңда ойнау керек. Ливерпуль Энфилдте өте мықты, оны білесіздер. Ливерпуль жанкүйерлердің алдында әдемі футбол ойнайды. Енді бірақ ПСЖға бұл ойында бір камбэк жасау керек. Камбэк болғанда да супер камбэк жасау керек. Мен дәл осы матчты қосымша экстра тайм болады деп ойлаймын. Осы матч созылатын сияқты, өйткені бұл ойында енді екі команда қазір теңдей болып тұр. Бұл ойында енді ПСЖ сол Париждегі ойын қайталайды деп ойлаймын мен. Биыл заряженный бұл команда бір титул алу керек. Енді мен Франция чемпионатына титул деп санамаймын. ПСЖ мүлдем бөлек әлем, манау Брест, Нант, Фант дегендер бөлек әлем. Сондықтан да мына жерде ПСЖ бір 2-1 деген есеп тіркелеме деп ойлап тұрмын осы матчта. 2-1 болсын, 3-2 болсын, әйтеуір ПСЖ бұл ойынды шиеленістіріп, кәдімгідей анау слотқа бір проблема туындатады. Негізі слоттың ойынын Луис Энрике кәдімгі зерттеп шашып тастаған екен. Бірақ енді гол болмады, сәттілік жолдас болмады. Енді мына ойында сәттілік жолдас, доспала бәрін шақырып бұл ойында кәдімгі бір шоу жасайды деп ойлаймын. Сондықтан да ПСЖ жеңілмейді. Менің ойым ПСЖ бұл ойында жеңілмейді. Бірақ 2-1 деген есеп бұл қосымша менің мына жақтан келіп жатқан бір ойлар, ойлар. Сондықтан да өз ойыңызды комментарий жазыңыз. Бір қызықты ойын болады деп ойлаймын. ПСЖ ұтылмайды бұл матчта. Енді біз сәрсенбі күнгі түнгі матчтарға оралайық. Бұл жерде Лиль командасы мен Боруссия Дортмунд ойнайды. Бірінші кездесуде Лиль 1-1 есебімен екі команда тең ойнады. Боруссия Дортмундта шанс пішен болған, бірақ пайдалана алмады. Одан кейін Лиль Монпельені жеңсе, Боруссия өз алаңында Аусбургтан ұтылып қалды. Енді бұл матч негізі аса бір менің ойымша бір қызық ойын болмайды. Өйткені екеуі де қазір непонятный футбол ойнайды. Екеуінің де не істеп, не қойып жүргені түсініксіз. Мен үшін Боруссия негізі мықты құраммен ұтып кету керек еді, бірақ тең ойнап қалды. Енді бұл матчта сол Боруссияның шала шабуылын, біртүрлі ойынын Лиль жоққа шығарып, Лиль Боруссияны жарыстан шығарып тастайды деп ойлаймын. Сондықтан да бұл матчта тағы да сол 2-1 деген есеп бір болуы мүмкін, қосымша экстра таймда болуы мүмкін, бірақ Лиль командасы дәл осы ойында жеңіске жетеді. Бірақ Лиль жеңіске жетсе экстра тайм болмайды ғой ешқандай. Болмаса болмай қойсын, бірақ Лиль компактный ойын, командалық ойын бар. Сондықтан да Боруссиядан ұшылы айласынасады деген мнение. Арсенал ПСВ бұл матч жайлы айтудың қажеті жоқ. 30 секунд қана айта салайын. Арсенал 7-1 есебімен жеңді, одан кейін МЮмен 1-1 ойнады. ПСВ болса Херенвенді жеңді. Енді бұл кездесуде жанау мыңғырық событияны ішіне қосам десеңіздер, екі команда гол соғады деген тынышы. Кім жеңсе ол жеңсін. Арсенал 10 гол соқса да, бірақ ПСВ бір голмен жауап қайтару керек бұл ойында. Сонда дымға қарамай шабуылдайтын ұжым. Екі команда гол соғады деген мнение бар менде. Сіз де өз ойыңызды бөлісіп отырыңыз. Астон Вилла өз алаңында Брюггені қабылдайды. Негізі бірінші матчта Брюгге мықтырақ ойнаған, Брюгге ұтылуға лайық болмады. Негізі ұтуға мүмкіндік болған. Бірақ пенальти бар, соңғы минутта автогол Брюггені шанстан айырды деуге болады. Одан кейін Астон Вилла Брентфорд сырт алаңда 1-0 жеңсе, ал Брюгге болса сырт алаңда Серкель Брюггені 3-1 есебімен ұтты. Енді бұл матчта қандай есеп тіркеледі? Астон Вилла командасы өз алаңда түсінікті, кез келген командаға кәдімгідей тапап төтеп жағадан алатынды. Сондықтан да бұл жолы Брюггеде шанс аздау менің ойымша. Астон Вилла өз алаңында ұтады, бірақ Брюгге бір голсыз қайтпайды кемінде. Сондықтан да 2-1, 3-1 деген есептер осындай есепті көп айтып кеттім бүгін шағымда, сондай болатын да шығар. Енді ол менің ойым, өз мнениеңізді комментарийге жазыңыз. Матчта осылай өз мнение айту арқылы қызықтырақ етуге болады достар. Бұл жерде барлығы жаңағыдай ақшаға, басқаға тіреліп тұрған жоқ.
осыған дейін де баяғыда енді 95, 96, 94 жылғы жігіттер, 93, 92-лер мысалға біз баяғыдан бұрын мектеп кезінде футболды кәдімгідей сүйіп көретінбіз. Ол кезде ешқандай ондай платформалар, жаңағыдай қосымшалар болған жоқ. Кәдімгідей мнение айтып, матч талқылап, сөйтіп ойын көретінбіз. Сондықтан да қазір осы футболды сондай жаман нәрсеге байланыстырып, сондай тәуелділікке барудың ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан да Астон Вилла ұтады және екі команда гол соғады деген ой бар. Ең соңғы матч Мадрид дербиі, супер ойын. Бірінші матчта Реал 2-1 есебімен ұтқан. Енді ол жерде мен айттым матчтан кейін Атлетико екінші таймда мүлдем ойнаған жоқ деп. Енді одан кейін Атлетико Хетафеден ұтылып қалды, масқара болып ұтылды. 90-шы минутта 1-0 ұтып тұрып 2-1 жеңіліп қалды. Ал Реал Райо Валеканоны 2-1 қалпақпен ұра салды. Бірақ Районың голы сұмдық кірді. Ал енді бұл матчта не болуы мүмкін деген ой туады. Атлетико өз алаңында Реалға қарсы бүкіл қару-жарағын, асай-мүсейін дайындап отырғандығы сөзсіз. Сондықтан да Атлетико бұл ойында кемінде жеңілмейді, немесе ұтады деп айтқым келеді. Айтқым келеді дегенде сондай ой. Өйткені Атлетико боевой команда, олар білет қай жерде ойнау керек деген. Анау екінші таймда сөйтіп қорғанысқа жатып алудың өзінің бір жоспары сияқты Симеоненің. Сондықтан да мына матчта Атлетико кемінде жеңілмей, бұл ойын экстра таймға да созылуы мүмкін. Мадридтік дерби ұзақ болуы мүмкін, пенальти да болуы мүмкін. 2-1 деген есеп болады деп ойлаймын тағы да. Бірақ Атлетико кемінде ұтылмайтын шығар, менің бұл мнением. Осы матчқа байланысты көп адамдардың мнениелері бар. Комментарий бос тұр, пожалуйста жазсаңыздар. Бұл енді видеоның біраз ақпатын көтереді, видеоны басқалар көруге мүмкіндік береді. Сондықтан да барынша қазақша футбол контентін қолдайық. Қай команда бабында, қай команда жаңағыдай келесі кезеңге шығуы мүмкін деген ойлар енді бәріне қызық деп ойлаймын. Сондықтан да ең басы лайктарыңызды басып, каналға тіркелу қиын емес қой, подписаться басыңыз, тіркеле салыңыздар. Мен деген анау YouTube каналдар бар ғой, қазақ спортын айтатын, соларға сәлдеп болсын жақындайық, қолдаңыздар. Әрине қазір басқа каналдарда өте мықты видеолар жасап жүрміз чемпиондар лигасына байланысты. Сондықтан да барлығын бір кісідей дамытып, қолдап, мынау YouTube'да рекомендацияда шығатын басқа тілдегі контенттерді етіп жойып жіберейік та таза қазақша қылып қойық. Назарларыңыз үлкен рахмет, қадірменді көрермен. Келесі кездескенше, мен дәл қазір Өскеменде жүрмін айтпақшы. Іс-сапармен волейбол болып жатыр бұл жақта. Сондықтан да осындай бір қонақ үйде сіздермен видео түсіріп, өз мнениемді бөлісіп жатқан ойым бар. Ендеше не мнение үшін шығарылым. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.